Достар, сәлеметсіздер ме? Біз бүгін сіздерменен ағылшынша сөздерді қалай жаттаймыз, сол туралы үйренетін боламыз. Яғни сөздік қорымызды қалай дамытамыз. Ең алдымен менің YouTube каналыма жазыла кетіңіздер, оқыған озады. Ағылшын тілінде сөздерді жаттау кезінде мына қателіктерді ешқашан жасамаңыздар. Бірінші, сөздерді зуылдатып тұрып жаттамаңыздар ешқашанда. Candle, шам, apple, алма, бұл кітап деп зу-зу өттетуға болмайды екен. Қалай жаттау керек? Қазір айтамыз. Сонымен қатар қазақшамен жаттамауға тырысыңыздар. Миларыңызда қазақшасы болмасын. Ал енді қалай болатынын мен қазір үйретемін. Ең бірінші сөйлем құраймыз. Қандай жаңа сөз кездессе де біз оған сөйлем құраймыз. Яғни мағынасын біліп аламыз. Қазақшаға аударып аламыз енді. Бірақ жаттаған кезде мағынасын бірінші сөйлем құраймыз. Candle дегеніміз не? Candle дегеніміз майшам, свеча. She lit a candle. Ол шамды жақты. Ол қыз шамды жақты. Осылай сөйлем құрап кете бересіздер. Apple-ға да, лаптопқа да өздеріңіз қандай сөздер жаттайсыздар, соған сөйлем міндетті түрде құраңыздар. Бұл бірінші контекст. Екінші, learn with meaning. Мағынасымен жаттайсыздар, достар. Мағынасымен. Яғни бір сөзді аласыздар, ол не мағына білдіреді. Мысалы үшін an apple, алма, алманың мағынасы қандай екен? Бұл жағынан мысалы көптеген сөздер бар. Алма, a heart, хаттылау. Round fruit with a green and red skin. Оның айналасы, яғни сырты жасыл немесе қызыл қабықпен қапталған. Оны кезген адам тауып алады. Дәл солай сіздерде мағынасымен жаттауға болады. Мағынасын қайдан іздеп табамыз десеңіздер, Cambridge Dictionary сайтынан көре аласыздар. Мен описанияға қалдырып кетемін. Яғни мағынасымен жаттайсыздар. Сосын стикер. Міндетті түрде жаңа сөз сіз аудардыңыз, Candle'ды аудардыңыз. Енді оны қалай есте сақтап аламыз? Оны есте сақтау үшін свеча, мысалы үшін жазамыз, бір неге стикерге жабыстырып қоямыз. Екінші стикерге жабыстырып қоямыз. Үшінші стикерге суретін салсаңыз, төртінші стикерге тағы да жазып қойыңыз, бесінші стикерге суретін салып қойыңыз, суретін жабыстырып қойыңыз. Мүмкін болса қазақшасын жазбаңыз. Осылай суретке жазыңыз, суретін салыңыз, жазыңыз. Осылай жабыстырып қойыңыз үйлеріңізге. Кірген шыққан кезде сіздер оны көресіздер, есте сақтайсыздар, жаттанды болып қалады. Келесі ол ағылшын фильмдерін қарау. Міндетті түрде субтитрменен қараймыз бірінші. Сосын субтитрсіз қараймыз. Алғашқы 1 сағат фильм болса, алғашқы 30 минут субтитрмен, келесі 30 минут субтитрсіз қарауға тырысыңыздар. Достар, яғни субтитр дегеніміз адам не айтып жатыр, соны астында жазылып тұрады ағылшынша сөздері, соны субтитр деп айтамыз. Келесі өлеңді де. Ағылшын тілін үйренуге арналған ең мықты өлеңдердің бірі ол Ed Sheeranның Perfect өлеңі. Сол өлеңді алып тыңдасаңыздар болады, YouTube'да тұр. Яғни жаңағыдай сөзмен жаттасаңыздар да болады, клипін көрсеңіздер де болады. Бірінші осылай сөздерін бір-екі рет тыңдап алып, сосын яғни субтитрсіз, лириксіз өздеріңіз жеке тыңдай берсеңіздер болады. Ол есте міндетті түрде қалады. Білмесеңіздер қайтадан қайталап шығыңыздар. Міне, яғни өлеңді, фильмді субтитрмен қарау сіздерге өте көп көмектеседі нелеріңізді, яғни сөздік қорларыңызды артуға. Осы жерде бір қандай да сөзді білмей қалдыңыз ба, сіз ол сөзді алыңыз. Мысалы үшін dark сөзі. Dark сөзін аламыз да аударып көреміз. Аударса ол қараңғы деген мағынаны білдіреді. Қараңғы деген мағынаны білдіреді, біз оны қалай аударып не аламыз, жаттаймыз. Бірінші оған сөйлем құраймыз. Екіншіден мағынасын түсініп аламыз. Үшіншіден стикерге жабыстырып, суретін жабыстырып қоямыз, сөзді жазып қоямыз, міне осылай жаттаймыз. Сонымен қатар алтыншы және соңғы сіздерге беретін кеңесім few but quality. Аз, бірақ сапа.
көп жаттап сапасыз қылып оны ертерек естен шығарып қалғаннан 3-4 сөз жаттасаңыздар да есте қалатындай етіп жаттаңыздар. Мысалы үшін мұнда жемістер түрі аз жеміс және көп жеміс. Бұның аз жеміс жесеңіздер, өзінің мөлшерімен жесеңіздер, асқазанға нагрузка түспейді. Ал көп жесеңіздер, асқазанға нагрузка түседі. Дәл солай миға да көп жаттай берсеңіздер, бірден көп жатта ол миға нагрузка түседі, бәрін өткізіледі. 1-2 күнде ұмытып кетесіздер. Ал аз-аздан, күнделікті аз-аздан қолдансаңыздар, жаттасаңыздар, ол сіздерге өте пайдалы. Сіздердің миыңызда ұзақ уақыт қалады. Достар, осы контексттерді естеріңізге сақтаңыздар. Қайталап өтемін. Ағылшын тілінің сөздерін жаттау үшін жаңа сөз көрсеңіз, міндетті түрде сөйлем құраңыз. Екіншіден, оны қазақшамен емес, мағынасымен жаттауға тырысыңыз. Үшіншіден, оны стикерге жабыстырып алыңыз. Соны үйге жабыстырып қойып, әр жерде қарап жүріңіз. Суреттерін салып қойыңыз. Сонымен қатар кинолар көріңіз, өлеңдер тыңдаңыз. Және аз-аздан жаттаңыз, көп жаттамаңыз. Аз-аздан жаттаңыз. Сонда сізге білім қонымды болады. Достар, менің YouTube каналыма жазыла кетіңіздер. Себебі алдағы уақытта сіздерге пайдалы болады ғой деген лайфхактарменен, әдіс тәсілдерменен, яғни ағылшын тілін үйренудің лайфхактары мен әдіс тәсілдерін бөлісетін боламын. Бізбен бірге дамыңыздар. Оқыған озады. Білімдеріңіз арта берсін.